Ал жырлайын аламанға кіргесін, ел айтыстан суытпасын іргесін, ақиқатқа келген кезде ақындар тілін жұтып қойыпты деп жүрмесін. Қашан болар жағдайымыз қалыпты, карантиннен қайманамыз жалықты, Бекшин мырза түске бояп аймақты, бағдаршам қып ойнамасын халықты. Сақтаныңдар деген менен дүйімге, бір-біріңе жоламаған күйіңде, сайлау күні дауыс бердік шұбырып, вирус қана ұйықтап жатты үйінде. Көптен күткен вакцинасы жеткесін, әкім қара алып жатыр екпесін, витамин сап көз бояу қып халықтың, ең бастысы құлағынан теппесін. Өмір өзен ілесеміз аққасын, біреу мақтап мейлі біреу даттасын, жаңа әліпби бекіпті ғой ақыры, созып бір шешімін тапқасын, енді соны ант бере алмай ұят қылған ең бірінші депутаттар жаттасын. Зам сияқты басқа жақтың замдары, бүгін күнің би сұлтаны хандары, әмөш дейтін қиялы бар біз жақта, бөлек әлем бөлек тіпті заңдары, қысқартулар жасамақшы бюджеттік, жұмысшыны азайту боп қамдары, олай болса өздерінен бастасын, сапасы жоқ толып жүрген сандары. Мен туған жер бөкей орда көріктел, Қасым Жомарт көке жолын көріп кел, облыстан шалғай жатқан ауданда шопырлар жүр өз бетімен төгіптер. Жаңбыр жауса қар ерісе белшеден, айдалада батып жатат көліктер, қатырамыз деп жылда берет уәдесін, биліктегі кілең тірі өліктер. Ақын барда ақиқат бар мойыма, келген жырды бүккенім жоқ ойыма, ел халықтың сөзін айттым бастысы, Ермановтың келіп тұрып тойына. Мен жүкеңе тілеп жүрмін талайды, ата берсін әрбір таңы арайлы, ұзақ ғұмыр тілемеймін жамбылдай, 99 жасқа жетсе жарайды. Молдашұлын құрметтейді болашақ, бүгін құрметтегендей қып абайды. Өзің шығар бұл заманның қайқысы, өзіңіздей өлең жазды қайғысы, жанкештілік танытпасаң қазақтың өрге басып кетермеді айдысы. Өмір өзен өте берер көшімен, Аспанбек жан сыйласатын досымен, уақыт барып қалғандай ма біразға, қоштасайық сахнадан осымен.